Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін 30 желтоқсан және де бүгін Назгүл үйіне қайтады. Құдай қаласа кешке үйге қайтамын. Қазір мен жұмысқа бара жатқан жоқпын. Мен осыдан 3 апта бұрын өзімнің құжаттарымды, банкомат карточкаларын барлығын жоғалтып алған едім. Солардың барлығын қайтадан жаңағы восстановлениеға беріп, соларды алуға бара жатырмын. Дайын болды. Тура 30 күні. Соткам өшіп қалмасын мына сотта. Сондықтан өшіріп қояйын. Менің карточкам дайын болды, алдым. Сол енді жұмысқа кірісейін. Кейін мүмкіндігім болатса, уақытым болатса тағы түсіремін. Тез-тез аяқтап үйге қайтқым келіп тұр. Ежегодно платные взносы поспособствует оказать содействие выделения дополнительного объема именно для Астаны. Тогда я знаю, что когда цена не будет повышаться ни на бензин, ни на автогаз, ни на баллонный газ, то есть это социально значимое направление, поэтому... Жұмыстан шықтым. Достар, мен қазір өзімнің құрбымды мектептегі күтіп отырмын, Ғазиза деген. Ол кеше, қателеспесем, Чехиядан келді. Енді оның да уақыты тығыз, менің де уақытым тығыз дегенмен екеуміз кездесейік дегенде жарты сағат, 1 сағатқа болса да. Қазір соны күтіп отырмын. 15 минутта боламын деген. Кейін кездесуге екеуміздің уақытымыз болмайды, себебі Чехияға 10 қаңтар кетеді, қателеспесем, ал мен Астанаға 2 аптадан кейін келемін. Сондықтан енді екеуміз де бір-бірімізді сағынып қалды. Шер тарқатпасақ та, әйтеуір бір-бірімізді көріп, хал жағдайымызды сұрап, бір-бірімізді жүздесіп көрейік деген ниет. Я уже забыла, что такое Астана. Что такое неразвитая транспортная логистика? Келді мына қыз. Маған Ғазиза осындай базарлық алып келді. Сонымен. Сәлем. Менің құрбым Ғазиза екеуміз 8-ші сыныптан, жоқ, 9-ші сыныпта қосылдық па біз? Біз 8-ші сыныпта келдің бізге? Мен вообще 8-ші сыныпта келдім. 8-ші сыныптан біз былай жақсы қарым-қатынаста болдық, сен келген күннен бастап. Бірақ қатты дос болмадық, былай. Бізде қосылдық қой, сынып болып сол кезден бастап бірге. Ол 10-ші сыныпта. Ал сен 7-ші сыныпта келген жоқсың ба бізге? Жоқ, 8-ші сыныпта келдім. 10-ші сыныпта немесе 9-ші сыныпта қосылдық, содан кейін бастап Ғазиза екеуміз жақсы араласа бастадық. Ғазиза осы Астанадағы Казгюу, да? Қазір Казгюу ма? Соның заң факультеті
университетін бітірген специалист. Қазір Ғайза Чехияда оқып жатыр, Прагада. Және де менде мынандай сұрақ Ғайза. Ғайза жаңа айтты, өте өзгереді екенсің деп уақыт өте келе, жалпы сол жерге үйрендің, сол жердің атмосферасын, адамдарына сіңісіп кетесің. Мысалы, өзің үшін қазірдің өзінде көп нәрсе кемшіліктер байқап жатсың, иә? Жаңа жол, жаңа транспортта Ғайза екеуміз айтып тастадық, неше түрлі жаңа ұйымдастырушылық функциялар біздегі. Көп кемшілік байқайсың, бірақ мысалы тағы да бір жыл сенде бар сонда оқитын. Сен қайтадан келген кезде өзіңді бір қалайсың, бір опустошенный сияқты болып қаламын деп ойламайсың ба? Біріншіден, сен шетелдік студент болғандықтан сен туған жерді аңсайсың, қандай болса да. Себебі ол сенің туған жерде нан ыстық, туған жерде күн жылырақ, Астана болса да. Сен сол себепті туған жерде тіл ыстық, сен қазақ тілін сағынасың. Қандай кемшілік болса да сен қайтқың келеді. Мен білмеймін, мен білем көп қазақстандық студенттерді, олар соқта қалғысы келеді, білім алып диплом алғаннан кейін. Мен олардың барлығын түсінемін, себебі бізде ондай мүмкіндік жоқ, жұмыс жағынан, сондай айлық табуға, және де өмір жағынан. Бірақ біз дамып жатқан мемлекет болғандықтан біз әлі процестеміз, сол үдерістеміз. Ал менің сезімім, мен Праганы жақсы көремін. Қазақстанда болғанда соны сағынам қатты, шын жүрекпен, ниетпен. Ал Прагада болғанда Астананы сағынамын. Инстаграмдағы посттарынан байқауға болады. Өкінішке орай, сен жақсы көретін жерлерді бір жерге қосу мүмкін емес. Бізге бұл норма. Норма 30-40 минут автобус күту, адамның уақыты көп секілді. Ол жерде әр минутын сенің санаулы. Сол себепті бізде логистика дамымаған. Такси ұстау проблема. Өкінішке орай бізде метро жоқ Астанада. Астана қала кішкентай сияқты, бірақ жаяу егер жүрсен, сен қаншалықты кішкентай түсінесің. Жаяу жүре алмайсың Европадағыдай. Жаяу жүруге ауа райы. Кірпігін қатып. Сол себепті бұл өте қиын сезім. Және де сен шетелге кеткенде сен өзің кішкене біріншіден өзгересің. Ал бірақ ол жақсы сезім деп ойлаймын, себебі ол сенің өмірден алған осы опытың. Біреулер кетіп қалады сол екен қайтадан, ал сен өзіңе сенімдісің ба, сен қайтып келетініне, бүкіл жаңағы жинаған бір мың осында іске асырып? Мен өзіме сенімдімін. Себебі мен менің мақсатым шетелге кеткен, басты мақсатым білім алу. Өзімді кішкене жан-жақты дамыту. Сол себепті мен айтарым тағы да бір нәрсе, Европа, бірақ бізді дамымаған ел емеспіз. Кейбір жағдайларда біз олардан асып өткенбіз. Және де біздің өміріміз, біздің өмір деңгейіміз кейбір еуропалық тұрғындардан жоғары деп те айтуға болады. Қандай жағынан, мысалға, айырмашылық емес, артықшылықтар. Мысалға, ол жерде жұрттар айлықтары әрине көп, және де оларға айлық сағат сайын төленеді. Сен бір сағатын ол белгілі бір сомма. Сол себепті сен сабаққа жұмысқа кешігіп келмейсің, және де артық уақыт жұмыс істемейсің бізде секілді. Бірақ дегенмен ол жердің адамдары күніне 2 күн ғана жұмыс істей алады. Және де күніне 2 күн, аптасына мүмкін 8 күн. Және де сол айлығы оған жай бір айлық өміріне жетеді. Олар байлыққа біз сияқты көп жұмыс істеу керек, еңбектену керек, жинау керек ақшаны, ұлыма жинау керек, қызыма машина алып беру керек, квартира алып беру, ондай жоқ оларда, оларда ондай жоқ. Сол себепті біз еңбекқормыз. Біз жалқау қазақ дейді, дегенмен біз кейбір елдерге салыстырған кезде еңбекқорлығымыз мол екен біздің. Сол себепті мен ойлаймын, бұндай деңгеймен, осындай темппен біз үлкен жетістіктерге жетуге болады. Әрине біз қытайлықтар сияқты қатты еңбекқор емеспіз, 24 сағат нон-стоп. Но сол себепті олар 8 сағат, 8 күніне, айына 8 күн жұмыс істегендіктен, олардың айлықтары тек қана белгілі бір нәрсеге жетеді. Ал біз, мысалы, қыдыра аламыз, біздің қазақтар шетелге де қыдырады, Прагаға да көп келеді, мен көремін. Іс-шаралар көп ұйымдастырады. Той көп ұйымдастырады. Біздің тойға ештеңе жетпейді. Оларда той бокал шампанского
и және сол әңгімелесу, кішкене сыр мына жерде, кішкене тамақтың біз сияқты изобилиясы жоқ. Иә. Қандай күшті сондай диалог болып жатыр ма? Жақсы көремін Назгүлді көп көріңдер, ютубқа подписывайтесь, ставьте лайки. Қалай айтады тағы да? Мен өзім үйреніп жүрмін сондай айтуды, ұмытып кетсем кейін. Мен кейде көремін сондайларды, соны қайталаған түрім ғой өзінше. Енді бізде уақыт тығыз болғандықтан осындай жарты сағат, бір сағаттың аясына тарылдық әңгімеміздің бәрі. Соның өзіне қаншама нәрсе бердік. Қанша нәрсені айтып тастадық, әртүрлі сфера, әртүрлі тақырып. Мен Назгүлдің жаңа жылдық блогына түстім. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Академия чести ма? Нет, шыны керек, мен Назгүлді жақсы көремін. Ол менің досым болғандықтан емес, маған қызық оның видеоларын көру. Әрдайым маған оның қазақилығы ұнайды. Маған рецензия кетіп жатыр. Иә. Ал мен өз атымнан сендерді жаңа жылдарыңмен құттықтаймын. Және де әр жылдарыңыз сіздердің келесі жылдарыңыз жақсара берсін, өмірлік деңгейлеріңіз өсе берсін, және де жетістіктеріңіз өсе берсін. И адам ретінде жақсылап дамыңыздар, оқыңыздар кітап. Сол сендердің бәрін жақсы көрем. Қазақ Назгүлдің подписчиктары, қалай айтады қазақша подписчиктарды? Бәріне жауынды сәлем. Аэропортта адам көп. Сонымен достар, үйге қайтатын сәт жақындады. Әлі бір жарты сағат бар регистрацияға дейін, тіркеуге дейін. Мен енді сезіне бастадым жаңа жылды. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Қазір мына жерде шамамен, білмеймін, қазір енді Астанада жылы болып жүр. 8 градус шығар енді, -8, -10. Ал Шымкентте +12. Қазір қызық болатын шығар мен мына тонмен. Достар, бір күшті нәрсе айтайын ба? Менің ұшағым тура 1 сағатқа кешігіп жатыр. Жылайым ба? Өлең айтып. Жоқ, шын мәнінде мен өзім жарты сағатқа ерте келіп алдым тіркеуден жарты сағатқа ерте келдім. Сонда қысқасы сағат 6, ал мен ұшағым сағат 8:30. Жизнь боль. Ондай істегенде жоқпын бірақ деймін. Достар, мен Шымкентке келдім. Шымкентте ауа райы -1 градус екен. Мен енді ойладым, әлде қайда жылы дегенмен салқындау, бірақ білмеймін енді. Жаңа жылды енді сезіп жатқан сияқтымын Шымкентте. Бәлкім енді мына кісілермен жолыққаннан кейін шығар. Мам жаурап отырсыз ба? Салқын екен, терезе ашып қойыпты. Мери. Мери, мынаны көрсеткісі келіп жатыр қазір.
вспышка болсу керек сияқты, бірақ меніңше уже көрінді. Бұл Балнұр екеуміздің, міне Балнұр. Сіздер Балнұрды танып қойдыңыздар уже, иә, деп па? Балнұр екеуміздің мереге сыйлығымыз болған. Қазір вспышкамен қосып көрсек. Ал, Мерей, минута слабые. Ай, тамам! Қалай Мерей әсер? Күшті, ғана жарасып тұр деп па? Eagles, полноценный Eagles болған. Олай емес қой? Қалай? Бұлай екен ғой? Ой, бұл Мерей. Зачем, друзья? Она же такая. Айналып шықтыңдар. Мыналар не айтып отыр десеңші ба? Менің отбасы мүшелерімен таныс болдыңыздар. Мен жаңа жеңіл салат берейін деп жатсам, мына қыз ұнатпай жатыр. Не үшін? Не үшін? Совсем жеңіл десе. Жеңіл, Арасында ет жоқ. салат бар. Ай, салат листья ғана бар, шөптер ғана. Қоймайсың оған. Ал мен толстовканы не үшін кидім десе? Балнұр, как тебе сын лицо? Қараңыз, біз қандай күшті жерде отырмыз. Мен есіме Москвадағы Тверскаяның бойындағы не есіме түсіп отыр. Осындай көше бойында. Работать менде ностальгия. Менде де болды сондай. Санкт-Петербургқа барып. Мынау болса тамақпен недовольны қазақтар. Жоқ, недовольны емес. Просто түсінбей қалған қазақтар деймін. Сытный, пельмень. Көресің? Показай. Мен жейін деп жатырмын. Біз Балнұр екеуміз сырный суп заказ бергенбіз. Балнұр уже қанша сырный суп ішіп арманына жетті. Қой тамақ ішейік. Ас болсын өздеріне. Сол менің бүгінгі күнім осылай аяқталып жатыр. Мен үйдемін, келдім. Және де ертеңгі күннен де блог түсіретін боламын. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Ал егер осы блог және де бұдан алдыңғы блог сіздерге ұнаған болса, онда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.